Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатуху. Ардақты мұсылмандар, біздің негізі кәсібіміздің негізі шеңберленген темір шатырлар құрастыру. Дәл сондай жұмыс кезекті сондай шатырлар құрастырғымыз келіп отыр. Үй осы үйге шамамен осындай домалақша әдемше шатыр құрастыруға ниеттіміз. Соның жұмыстарын бас аяғын көрсетуге әрекет етеміз. Қалай жасалып жатқанын, қалай біздің құру жүйеміз қандай екеніне шолу жасаймыз. Алдымен стойкілерін орнату жұмыстарын жасап жатырмыз. Үйден 30 сантиметр алшақтау алдық. Себебі мына жалпы үйдің шатыры 22 сантиметрдей шығып тұр үйдің қабырғасынан. Соны есепке алып, біз 30 сантиметрден жіп тартып, бетон тұратын тұстарын ойып кестік. Мұндай қылып. Негізі бірінші стойка тұратын жерлерін диагональдап келтіріп алдық. Ол диагональдауды қалай диагональдайтынымызды бөлекше видео қылып түсіруге де болады, бұлай ауызша түсіндіруге де болады. Жалпы Пифагор теоремасы сияқты дейді, солай мекен. Яғни катеттерінің квадраттарының қосындысы гипотенузаға тең дейді. Сол жүйемен диагональдадық. Енді бетон қандай күйде бар? Алдын ала мынандай заттар жасалған екен. Заклепка. Осы заклепканы бүйтіп жіптің центріне бетондаймыз. Мықтап бетондаймыз. Осының үстіне профиль тұрғы арқылы стойкілерін құрастырамыз. Қазір біз бетондарын былғап жатырмыз. Оны барлық негізі 21 метрге жоспарлап отырмыз. 21 метр, арасы 4 метрден 6 стойка есептеп қойдық. 4-2 сантиметр плюс-минус. Мына жағы да солай. Барлық тесіктері 12 тесік жалпы. Соны қазір Аллах нәсіп етсе бетондайын деп жатырмыз. Алдағы уақытта тағы қалған жұмыстарды түсіруге әрекет етеміз. Баршаңыздың істеп жатқан істеріңізге, кәсіптеріңізге береке тілеймін. Шатырдың шаруалары, жұмыстары бетонын аяқтадық. Жайт өткендей заклепканы осындай күйде бетондадық. Мына бетін тазала жүріп, осының үстіне 60-60 мм профильді трубаны жалғап стойка қылып кетеміз. Так, 21 метрге 6 стойка түсетін. 2, 3, 4, 5, арқа жақтарымен 6. Яқыда дәл сондай жүйемен қойдық. Так, ендігі жұмыс темірмен құрастыру жұмыстарын бастаймыз. Мынау әбден кепкенше, қатқанша. Кішкене бір жарғын қатқан жақсы болады. Навес жалпы стойкілерден тұрады. Сосын үстінде ұзынчақ 20 см паласа тұрады. Сол паласа 40-40 профиль тұрба. Араларда 40-40-тан қосылған. Оның екеуінің арасы 12 см. Осындай паласа стойкілердің үстінде екі жақта тұрады. Соның үстіне фермалар жиналады. Дугалар. Осындай шаралар істейді. Дуга қалай неден тұрады? Дуга үсті 40-20, асты 20-20 профиль тұрға. Аралар астында фермамен сәйкесінше 12 сантиметрге тең болады. Сонда жауамен осындай шеңберленген күйде болады. Кеше айтып өткендей, алдында айтып өткендей,
бетон. Бетінде 4 бұрышты пластинка бар. Бетін тазалап стойкілер соған дәнекерленеді. Дугаларда турбогип арқылы профильдер шеңберлейтін құрылғымен жасап жатырмыз. Онандай турбогип. Вал ортадағы қысатын. Онда рычагты ұстағышты айналдыру арқылы профильдер шеңберлеп жатырмыз. Сол ендігі істелетін шаруа осы фермалар толығымен жартылай шеңберлеп қойдық. Осыларды құрастыру жұмыстарын жасаймыз. Навестің фермаларын жасап жатырмыз. Фермаларын ондай күйде жасалып жатыр. 40-20 профиль. Оны 6 метрде иген кезде бұл не байқасаңыздар 5-40-қа азайды. Иген кезде қытай размер секіреді ғой. 5-40-қа дейін азайды. Бойы 1.15. Астыңғы деңгейінен шекесіне дейін 1.15. 6 метрде 1.15-ке дейін иген кезде шеткі размерлері арғы дәл осында шеткі размері 5 метр 40 сантиметрге дейін азайды. Соны иіп алып осында шетіне приходтап қойдық. Біз астыңғы қапталына түсетін ферманы астында бір есептегіш ориентир ретінде пайдаланып отырмыз. Соны мына шеті бар, оны шетінмен бірдей қылып кестік. Астына мында приходтап ұстаттық. 5.40-ты сызып алдық. Негізгі 5.40-ты сызып алдық да. Сонда мына шетін приходтап, ар жақтағы 5.40-тағы дәл сондай сызықты тартып тұрып приходтап сөйтіп ұйымдастырып жатырмыз. Енді мына 40-20, 20-20 асты ортадан келу үшін астына 1 сантиметр арматур приходтап қойдық. Өзінде төменде тұрған кезде ол төменіне сваркіленіп кетеді, бізге орта сваркіленген жақсы болды. Осындай жүйемен құрастырылып жатыр. Навестің фермаларын толық болдық. Барлығы 19 дана. Осы фермалар жасауда азғантай ақпарат. Бұл ферма енді көзге бұлай түзу болғанмен азғантай аз кемшіліктері бар. Енді бәрібірде үлкен зат болғасын. Одан бөлек турбогибіміз қолдан жасалғандықтан, оны сірә өзіміз иіп атқандықтан, оны азғантай кемшіліктер болады. Бірақ әйтеуір ондай грубо қатты қателіктер кеткен жоқ. Әйтеуір азғантай кемшіліктер бар. Бұлай қарағанда бір әдемі көрініс сияқты, бірақ өзіміз білетіндей дәрежеде кемшіліктер бар. Енді біз осыны 2 стойка қоямыз, 2 шетке, соның арасына жаямыз ғой. Арасына жайғанда 1 метрден түседі аралары. Араларына 1 метрден түседі, соның үстіне тіке профнастель жауаптап тастаймыз. Алла нәсіп етсе. Қазір неқта екі жақта тұратын фермаларын дәнекерлеп жатырмыз. Осындай фермалар стойканың үстіне 2 жақта тұрады. Соның үстіне ферма, шеңберленген фермалар түседі. Стойкілерін қойып жатырмыз. Негізі біз өлшемді қалай алдық? Келіп тұрған үйдің шатырының төменгі деңгейін өлшем қылып алдық. Сол өлшем арқылы біз стойкілерімізді өлшесек, үстінде полоса 20 см болып тұрады. Негізгі шатырдан 20 см төмен тұр деген сөзіне стойкілер. Стойкілер біреуісін шығарып алдық, соған қарап қалған стойкілерді гидроуровень арқылы қалған стойкілерді шығардық. Сосын әуелгі бізге басында ниеттенген өлшемді жіп тарттық 2 шетіне. Мына шетіне де, арғы шетінде де байқасаңыздар жіп бар.
Жіп тарттық, енді стойкілерді сол жіптен бір шеті ретінде пайдаланып, қойып, өревенге қарап қойып келе жатырмыз. Тағы не қосып кететін не бар? Сол екі шетіне жіп тартып қалған стойкілерді солай қойып келе жатырмыз. Енді қазір Алла нәсіп етсе барлық стойкілерді қоямыз. Сосын шекесіне жаңағы айтып отқан ұзыншақ полоса фермамызды шығарамыз. Қалған жұмыстар алдағы уақытта көрсетуге ниет етеміз. Мынау әуелде айтқан бетон, мынандай күйде. Беті пластинка. Бетон. Сол пластинкке біз трубамызды сваркілеп келе жатырмыз. Стойкілері қойылды. Үстінің полосалары жайылып, бірінші фермаға жіп тартып қойдық. Не? Мынаяқтан 7 сантиметр шығып тұрады ары қарай. Мынаяқтан да сол 7 сантиметр шығып тұрады. Сол 7 сантиметрді белгілеп фермаға жіп тартып қойдық. Байқасаңыздар, жіп тұр. Сол жіпке енді мына домалақша фермалардың аяқшаларын тегізіп қойып арғы шетке дейін жайып шығамыз. Мына полосалар айтып өткенде екі бөлек қойылды. Екі бөлек, себебі бір бөлекте ауыр болатын болды, сондықтан бөліп қойдық. Және де полоса қоятын стойка бар, соған екі профиль сваркіледік, екі қырына. Полосаның ішіне оңай тастап қоя беретіндей. Себебі әркез ұстап тұратын бұда күш жоқ. Сол үшін сақтық үшін екі затты сваркілейміз. Ұзыншақ ауысқан профильдерді сваркілейміз. Соның ішіне кигізіп тастап жібереміз да. Өзімізге қолай размерді қойып дәнекерлей береміз стойкке. Тағы. Бұл жұмысқа міндетті түрде лиса керек болады. Лиса алған қолай болады. Лиса алдық. 4 дана. Сонымен енді өстіп жайлап істей береміз. Орта ашықтырды өтті. Бұл ортаға да біреуін қойып жібереміз. Әуелде бір-біріне жалғау үшін біз арасына қоймай кетедік, соны қоямыз. Аралар айтып өткенде 1 метрден түседі фермалардың. Соған тіке профилист шұрыпталады. Навестің фермаларын толық жайып болдық. 21 метрге 19 дана ферма жайдық. Тағы айтып кететін ақпарат. Төменгі деңгейінен жоғарысына дейін 15 сантиметр ферма. Ұзындығы, ені 5-40. Жалпы қоятын профилисіміз 6 метр. 6 метр, яғни 6. Мына жерге, мына точкадан арғы шетке дейін келеді. Сонда бір профилиске 6 ферма. Келесі профилистің біреуі мұнаға мінеді, мынадан былай бөлек тағы 6 ферма. Бір профилиске 6 ферма, келесілерге 5-5-тен түседі, себебі бір шеті мына 6-шысына мініп тұрады. Аралары 1-15 сантиметрден 1 метр 15 сантиметрге тең. Оны қалай істедік біз? Арғы шеткісінен шетіне дейін 5.95-ті сызып алдық. Сол 5.95-ті 5-ке бөлген кезде аралары 1.20-дан түсті, 1.19-дан түсті. 1.19-дан түсті. Осындай жүйесі осы, енді профилистерді жапсырып бастаймыз, Аллах нәсіп етсе. Бір сәт далалықты түсірейік. Темір шатырлар темір мен темір болып кетпей. Сондай әдемше ауылдың төбесінен қарап тұрған жайымыз бар. Енді мынау біздің темір шатырлар. Қандай жүйемен қойылды? Шекелері әр волнадан, әр ойықтан қатырылған шекелері. Мына ортадағы фермаларда бір-бір тістен секіріп қатырылған. Сосын мынандай
андай ойық жері бар ғой. Сол ойық жері андай қанатшасы да. Үшеуі ары қарай қарап тұр, үшеуі бері қарай қарап тұр. Себебі үшеуі ортадан ары қарай су жайылады, мынадан бері қарай су жайылады деген сияқты ғой. Тағы айтып кететін мынандай силикон жағып жатырмыз. Силикон бітіп қалды әне. Енді азғантай монтажный клейі бар екен. Соны жағып жібердік, жалпы ертеңге дейін силикон келеді. Силикон екі қатар силикон жақтық. Сосын бұны бітіп аламыз, жерден домалақша қылып жіпке орап аламыз, төбеге шығарамыз да жібін шешіп жаямыз. Сосын аны домалақша қайттан қайырып домалақша аламыз да арғы шетін шүріптап жайлап аша береміз да. Ұзыншақ 3 шүріп қатырып аламыз. Сосын жайғаннан кейін тағы 2 шүріп қатырамыз. Сөйтіп жайлап келе жатқан жайымыз бар. Осындай түрі бар. Навес толығымен аяқталды. Так, материалдар қалай екен. Материалдар санын ұмытып қалдым. Егер қанша материал кетеді екен есебін білгіңіз келсе, жеке шығып сұрасаңыздар болады. Жалпы материал есте қазір бұлай оңай айта қоятындай дәрежеде болып тұрған жоқ. Осындай ұзыншақ 21 метр 540 ені. Аллахтың мейірімділігімен осынша навестер бітті. Егер кім осындай навестерді құрастыруға ниетті болған болса, осы навеске байланысты кез келген сұрақтарға жауап беруге дайынбыз, иншаллах. Және де осындай шатырларға тапсырыстар қабылдаймыз. Жаңаөзен қаласынан, Ақтау қаласынан. Барлықтарыңызға рахмет. Кімге айтпақшыны айтып кететін жағдай, үйге мықтылыққа ойнамасы үшін упор ұстаттық дополнительный 4 стойкке 4 түрлі. Барлықтарыңыздың ісіңізге Аллах Субхана Тағала береке берсін. Және де осы каналды дамыту бабында бір кішігірім өтініш. Егер канал ұнап жатса, пайдалы жерлері болатын болса, әртүрлі группаларға бөлісіп кетсеңіздер, нұр үстіне нұр болады, иншаллах. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатуху. Ардақты мұсылман бауырлар.